Қазан айының соңында мектеп кітапханаларының халықаралық күні атап өтілді. Нөмірі 5 жалпы білім беретін орта мектепте мектеп кітапханаларының халықаралық күнінде кітапханашылар мен оқырмандардың арасында кездесу ұйымдастырылды. Айта кету керек, нөмірі 5 орта мектеп 1937 жылы ашылса, кітапханада осы жылы есігін айқара ашты. Бүгінгі таңда кітапханада соңғы технологиялық әдістер тиімді қолданылуда. Бүгінгі гаджеттер, смартфон мен планшеттердің мүмкіншіліктері басым болса да, кітаптарды алмастыра алмайтыны сөзсіз. Адам баласы үшін кітаптың маңызы ерекше. Қазіргі таңда менде осы мектептің қорында 29581 кітап қоры бар. Өзіңіздің алдарыңызда көрініп тұрған болар. Тек қана біздер оқулықтармен қамтамасыз етіп қоймаймыз, сонымен бірге өзіміздің оқушыларымызды көркем әдебиеттермен, анықтамалықтармен және де басқа балаларға қажетті әдеби кітаптарды алдырып отырамыз. Мектеп кітапханасы оқырмандарының басым бөлігі оқушылардан құралған. Мұғалімдер оқу процесіне қажетті оқу құралдары мен материалдарды кітапханадан табады. Айта кету керек, соңғы жылдары елімізде кітап шығару ісінде ілгерілеушілік байқалады. Кітап қорын көбейтуге де көп көңіл бөліне бастады. Соның ішінде отандық баспа өнімдерін шығаруға. Еліміз егемендік алғаннан кейін мектеп баспасының, болмаса Атамұра, Әлембок, жаңағы жазушы баспасынан көптеген көркем әдебиеттер шығарылып отыр. Бұл яғни көбіне қазақ жазушыларының әдебиеттері, жаңағы әлем жазушыларының әдебиеттері, балалардың яғни ой дүниесін байытуға арналған әдебиеттер деп атауға болады. Біздің негізгі мақсатымыз тек қана оқушыларды оқулықпен қамтамасыз ету емес, сонымен қатар жаңағы балдарды патриоттық рухта тәрбиелеу үшін жаңағы елімізде болып жатқан елеулі оқиғаларды балаларға насихаттап отыру, яғни балалардың ой өрісін әрі де дамыту. Осы кезекте мен айта кететінім, жаңағы көбіне біздер баспасөз басылымдарын ағызып отырамыз. Яғни балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты Айгөлек, жаңағы ертегілер елінде, жаңағы қазақ әдебиетінің жаңағы шығармалары шығатын газет журналдарды көбіне балаларға біздер насихаттап отырамыз. Мектепте барлық оқушылар оқулықтармен толық қамтылған. Баспа басылымдарынан басқа кітапханада балалар сабақта қолданылатын аудио кітаптар, электронды кітаптар ұсынылады. Мектеп кітапханасының тұрақты оқырмандары көп. Кітап асыл қазына. Бүгінгі жас ұрпақты, өскелең ұрпағымызды осы тәрбие білім беруде біздер кітапты пайдаланамыз. Кітап ол баға жетпес байлық, еш уақытта өмірлік құндылығын, бағасын жоймайтын дүние. Сондықтан біздің мектебімізде, Ақсай қаласының жалпы білім беретін нөмірі 5 мектебінде кітапхана қоры бай, барлық жаңа сыныптың оқушыларын осы мектеп кітапханасындағы жаңадан келіп жатырған көркем әдебиет оқулықтарын, кітаптарын, көркем шығармаларды оқуға үнемі бағыт беріп отырамыз. Қазақ әдебиетінің балаларға арналған классикалық шығармаларды, поэма, проза болсын, барлық жаңағы келген оқулықтарды, кітаптарды сыныптан тыс оқуға кеңес береміз. Халықтың рухани байлығын дамытып, кітапхананың кітап қорын әдебиеттермен толықтыруда да оқырмандардың үлесі ерекше. Кітап қорын әдебиеттермен толықтыруда оқырмандар қолдап келеді. Осы кезге дейін бірнеше оқырман классикалық және заманауи әдебиеттерді әкеп тапсырған. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабақожаев, Қарашығанақ арнасы.